Футболдан Өзбекстан құрамасының және Франциялық Ланс клубының қорғаушысы Абдукадир Хусанов туралы инсайт ақпараттар толастар емес. 20 жастағы футболшыны Манчестер Сити 40 миллион еуроға сатып алмақшы. Бұл туралы ақпаратты басқа емес әйгілі инсайдер Фабрицио Романо жазыпты. Мбаппенің Реалға қашан келетінін дәл анықтаған Романоның қателесетін кезі сирек. Ендеше Фабрицио айтса сөзінің жаны бар. Осы ретте Хусанов деген кім? Ол қалай жарқ ете қалды деген сұраққа жауап іздеп көрмекпіз. Абдукадир 2004 жылы 29 ақпанда дүниеге келген. Туған күні де ерекше, 4 жылда бір тойланады. Хусанов алғаш футбол секциясына 5 жасында барған. Кейін Ташкенттегі ең заманауи Бундекер клубының академиясына барған. Бұл клубта әкесі бапкер болып жұмыс істеген. 20 жасында Хусанов Өзбекстан құрамасында 20 ойын өткізіп үлгерген. Өзбек футболшысының ересектер арасындағы карьерасының дұрыс қалыптасуына қазақстандықтардың қатысы бар. Абдукадир 17 жасында Беларусь еліндегі Энергетик БГУ командасына ауысады. Бұл клуб көбіне жас футболшыларды алады. Беларусь еліне оны Қазақстан ұлттық құрамасының экс-ойыншысы Ұлықбек Асанбаев апарған. FIFA-ның регламенті бойынша кәмелеттік жасқа толмаған футболшыларға шетелдің клубында ойнауға болмайды. Сондықтан ол Энергетик БГУ сапында бірден алаңға шыға алмады. Өйткені Асанбаев оны 17 жасында апарған. Әу баста Беларусь елінде 3 ай командамен жаттығып, кейін Өзбекстанға оралады. Дайындықты үйінде жеке жалғастырады. Бұл процесс 1 жылға жалғасты. Әйтеуір кәмелеттік жасқа толған соң Беларусь еліне қайта барды. 2022 жылы ақпанда Хусанов Беларусь чемпионатына тіркеліп, алаңға шығуға мүмкіндік берілді. Оған $100 ғана жалақы төленді. Шығындарын Асанбаев өзі төлеп беріп тұрған. Абдукадир жастығына қарамастан Беларусь командасында негізгі құрамның ойыншысы атанды. Алғашқы маусымда 29 матч өткізіп, 3 гол соғып, 4 нәтижелі пас берген. Абдукадир 2023 жылы әлем чемпионатына қатысты. Аргентинада өткен додада Өзбекстан топтан шығып, 1-8 финалға жетті. Оларды сол кезде Израиль жастары тоқтатқан. Осы тұста жас өзбекстандық қорғаушыға Манчестер Ситидің қызығушылығы туралы алғашқы инсайттар пайда болды. Манчестер Ситиден қызығушылық болғанымен, өзбек ойыншысы алдымен ортанқол командада ойнауды жөн көреді. Дәл сол тұста Францияның Ланс клубынан ұсыныс түсіп, ауысып үлгереді. Трансфер құны 100 мың еуроға бағаланған. Былтырғы маусымда жалпы саны 16 матчқа қатысады. Оның ішінде Чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасының матчтары да бар. Ал негізгі құрамда ойнауға толық мүмкіндік негізгі қорғаушылар Факундо Медина мен Кевин Данса жарақат алғанда пайда болды. Кейін екеуі қатарға қосылғанымен, Хусанов қосалқы құрамда қалып қоймады. Өйткені Ланс 3 орталық қорғаушымен ойнап жүр. 20 жастағы өзбек футболшысы биыл тек қызыл қағаздарына байланысты тек 2 матчқа қатыса алмады. Қалған ойындардың барлығында алаңға шықты. Франция кубогы жолындағы матчта ПСЖ қақпасына гол салды.